Қайырлы күн, қымбатты бізді қарап отырған көрермен. Біздің бүгінгі подкастымыз өте ерекше болмақ, өйткені Жаңаөзен қаласына алғаш рет келіп отырған біздің қадірлі қонағымыз бар. Таныстырып өтсек, Нұрсұлтан Ырысмағамбетұлы, баршамызға белгілі ислам тарихшысы. Жаңаөзенге қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің енді бүгінгі тақырыбымыз бұл отбасы тәрбиесі және оған қатысты рухани құндылықтар деп алып отырмыз. Жалпы біздің қоғамдағы осы отбасы, оның ішінде бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі, сол жайында тақырыпты өрбітіп сұхбаттассақ дейміз өзіңізбен. Алдымен осы ең бірінші отбасы тәрбиесінің қоғамдағы маңызына тоқталсақ, осыдан бастайықшы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Сүйікті пайғамбарымызға, тура жолға нұсқаушы, асыл затқа сансыз салауаттар болсын. Баршаңызбен кездескенімізге қуаныштымыз. Енді отбасы мәселесі бүкіл біз Қазақстанда ғана емес, әлемдегі үлкен актуалды тақырып болып тұр қазір. Өйткені өздеріңіз білесіздер, әлемде қаншалықты үйлену болса, ажырасу да содан кем болып тұрған жоқ. 70%-ға жуық, мысалға әлем бойынша статистикада үйленген азаматтардың 70% ажырасумен аяқталып жатыр екен, өкінішке орай. Енді бұл неден кетіп жатқан қате? Ол әлбетте тәрбиеден кетіп жатқан қате. Отбасы бұл ошақ қасы, кішкентай мемлекет. Мемлекеттің ішінде тәртіп пен жүйе, заң дұрыс болмаса, ол құлаған мемлекет сияқты, тарихтан кез келген өз-өзін жоғалтып алған ұлт сияқты, ол отбасыда жоғалып кететін қауіпте тұрады. Сол үшін де енді бұл мәселеде, бұл менің шырылдауым, бұл мәселеде сіздің шырылдауыңыз, әр жерден шыққан бір үндердің шырылдауы бұл мәселенің шешімін тапқызбайды бәрібір. Бұған кәдімгідей мемлекет араласып, үлкен идеология құрылып, сол саладағы үлкен үздік мамандар жұмыс істеу арқылы бітеді. Солай болады негізінде. Өйткені мен мына жерден бір шырылдаймын, екеумізді кім көреді қазір мысалы? Демек идеология әлсіз дейсіз бе? Әлсіз демеймін, соған жұмыс істеу керек деймін да. Бұл енді ол жаққа да жетіп жатқан шығар, ол хабар. Біздің жағдайымыздың қандай болып жатқандығы жайында. Сол үшін де олар осы мәселеде біз мынадаймыз ғой, қазақ не дейді? Ауырмай тұрып, не дейді? Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Көрдіңіз ба? Ол қоғамға таралып кеткеннен кейін, ауру уже асқынып кеткеннен кейін, оны емдеу өте қиын болады. Басталып келе жатқан кезде емдеу ол бөлек әңгіме болады да. Сол үшін біз әлі басындамыз негізі. Бұл мәселенің бүйтіп қатты көтеріліп жатқанын әлі 10 жыл енді болса болған шығар. Бір 30 жыл болған нәрсе емес. Өйткені бұл мәселе өзі жалпы бұл отбасы құндылығы мәселесі, бұл отбасы құндылығының жойылуы, мен барлық жерде айтамын, бұл телефон шыққаннан бері басталды негізінде. Кінәлі осы телефон. Кінәлі демеймін, енді бір жақтан қарамаймыз ғой, жалпы бір кінәсі бар телефонның. Өйткені әркім өзінің әлемінде өмір сүріп жатыр. Одан оның үстіне ана жарықтықтар келді, сен өзің жеке шекараңа тиіспе, кіргізбе, біреуді бүйтпе, сөйтпе. Сол жеке шекараның арты уже қаншама балалардың жылауына, жетімдер үйінің одан сайын көбеюіне, қарттар үйінің одан сайын көбеюіне алып барады да. Соңғы жылдары ажырасудың статистикасы көбейді ғой. Көбейіп кетті. Бір-бірімен байланысты. Соңғы кеше қарағаным 70%. Және біздің Қазақстан оның ішінде алдыңғы қатарларда, өкінішке орай. Бұл неден? Енді бұл тәрбиеден ғой барлығы. Енді біз осы орайда отбасын құратын жастарға қандай кеңес айтуға болады енді? Ақыл демейік дейін. Мен сізге бір нәрсе айтайын, қызық бір сыр айтайын. Мына аяқ киімді қазір мен қолыма киіп алсам бола ма, болмай ма? Аяққа арналған. Аяққа арналған, иә. Қолғап қолға арналған. Костюмді беліме орап алсам бола ма? Әдемі болып тұра ма? Жоқ. Үстіме кисем әдемі болады, дұрыс па? Дәл солай сияқты Алла тағаланың өзінің жаратқан заңдылықтары бар. Алла тағала не деп айтады? Мен жараттым дейді адамзатты. Яғни, мына телефонды сіз қазір ұстап отырсыз ғой. Бұзылып қалса сіз жақсы білесіз ба, әлде осыны шығарған адамдар жақсы біле ма? Шығарған адам жақсы біледі, дұрыс па? Біз қақпаймыз ғой мұнан, тек пайдаланушыларымыз. Дәл сол сияқты Алла тағала өзі жаратты ма адамды? Жоқ, біз негізі болмадық қой. Бізді жаратты. Неден? Топырақтан рух үрлеп жаратты Алла тағала. Адам атаны жаратты, кейін соның қабырғасынан жұбы болсын деп, жабырқамасын деп Хауаны жаратты. Сөйтіп екеуі өмір сүрді.
міне жұптық осыны тарады осыдан. Енді алла тағала осы екеуін жаратып тұрды, екеуінің де табиғатын біледі қандай екенін. Сөйтті де мынадан әлсіз, өткен бұл бұдан жаратылып тұр ғой. Әйел кімнен жаратылып тұр? Еркектен жаратылып тұр, ер адамнан. Демек алла тағала бұның әлсіз тұстарын біледі, мынаның әлсіз тұстарын біледі, мынаның қуатты тұстарын біледі, мынаның қуатты тұстарын. Сөйтті де алла тағала не деді? Енді мен сендерді жараттым деді. Сол сендер әйелдеріңде сәкән деген андай, қалай айтсам ба сізге, сәкән деген демалатын жер деген ғой. Көрдіңіз ба? Енді сендердің әйелдеріңе баруларың ол жерде демалыс болу керек деп жатыр алла тағала. Жаны жай табу. Жаны жай табу керек деп жатыр. Ал мынау сен деп жатыр, сен басшысың, сен қосшысың. Оны қазақта айтып тастады баяғыда, байтал шауып бәйге алмайды, жаңағы әйел бастаған көш оңбайды деген сияқты сөз. Бұл қазақ әбден тиіп барып шығарып тұр ғой. Оны отырып алып біреу бүйтіп қымыз ішіп отырып, так мынаны жазыңдаршы деп осылай жаздырып жатқан жоқ қой. Оны әбден тәжірибеден өткеннен кейін айтылып жатыр. Даналығы да ол әбден көрді, өйткені кімнің үйінде кім басқарса қалай болатынын көрді да, ох деді. Содан шықты да. Енді қараң, заңдылықты кім жаратты? Алла тағала жаратты. Мынау мынадан үстемірек деді. Мынау не деді енді? Жоқ, мен табиғатыма қарсы шығамын деді да. Мен болам бірінші атаман. Жарыс болып отқан сияқты. Жарыс болып жатыр, көрдіңіз ба? Үйден жарысқа тәрбиелеп шығарып жатыр. Если что, сенде вариант бар дейді. Вариант берілген қыз ол міндетті түрде кетеді. Жаңа енді сөзіңіз аузыңызда, өзіңіз айтып қалдыңыз, қазір енді коучтар қаптап кетті, әртүрлі ақыл айтқыштар қаптап кетті. Олардың да жаңағы мен өзімнің ұстанымым, өзімнің құндылығым бар, ешкімнің жаңағы сөзін тыңдамаңыз, өзіңізді бірінші орынға қойыңыз деген идеологиялары әсер етіп жатырған жоқ па? Енді жаңа сөзімді аяқты, демек заңдылықтар орнына ауысқан кезде қоғамда не пайда болады? Қолыма аяқ киім киіп, аяғыма қолғап кигендей боламын ғой. Түсініңіз ба? Орындары ауыстырған кезде, мысалға кішкентай күн осінен ауытқып кетсе не болады? Әлемде катастрофа болады, дұрыс па? Жерде өзінің осінен кішкентай жылса не болады? Катастрофа болады. Осының барлығын кемелдікпен, үстемдікпен жаратқан алла тағала өзін жаратқан әйел мен ерді де біледі де, сөйтті де, мынаған деді, былай деді. Көрдіңіз ба? Енді бұл былай болмай жатыр ғой. Онда бұның арты катастрофа болады деп жатыр. Белгіленген ережеге сай, Құдай берген ережеге сай, шеңберге сай өмір сүрмесең, онда міндетті түрде артында опығын жейсің деп жатыр. Көрдіңіз ғой, жеп жатырмыз қазір осыны. Опықты жегенде де ең әдемілеп жеп жатқандардың осы біз алдындамыз қазір, Құдайға шүкір. Деп айтатын нәрсе емес негізі. Құдай сақтасын деп айтуымыз керек. Енді жаңа екінші мәселе керек. Олардың рөлі бар ма? Әлбетте бар. Жақсы. Біз бұрын мысалға сізде әке көрген, ана көрген, ата көрген, әже көрген адамсыз. Мен де сондай адаммын. Аталар келе жатқан кезде үйде қандай не болады? Ата келе жатыр, дұрыс па? Ата келе жатыр. Ата келгенге дейін жеп болуың керексің, кетіп қалуың керексің. Үлкендердің әңгімесіне араласпауың керексің. Үйдегі сырды далаға айтпауың керексің. Осылай тәрбиелеген шығар, мен білмеймін, жалғыз мен бәлде. Әкең келе жатыр. Әкең келе жатыр, киімін ілу керек. Аяқ киім деген азанда тазаланып тұру керек. Әке деген керіңіз. Отбасындағы рөлін асқақ қылып. Енді қараңыз. Сол кезде семьяларда осындай проблема болды ма? Қазірге қарағанда 15-17 құрсаққа дейін көтерді бір әйел, бір анамыз. Баланы да туып жатыр. Кірді де жуып жатыр, күйеуінің де жағдайын жасап жатыр, түнгі терапиясын беріп жатыр, тамағы да дайын, киімі де жуылып, үйде жинаулы. Не болды сонда? Бәріне жетісіп жүр. Бәрі әдемі. Дайын техника жоқ ол кезде. Кір жумайсың қазір, үйде тазаламайсың, перде жумайсың, бір жуып береді, кілемді бір жуып береді қазір. Машинаға дейін бір астарында бір машина. Дұрыс па? Бұл мінбе пайдаланба деген нәрсе емес. Солардың барлығын пайдалан, бірақ нығметке шүкір етуді ұмытпа деген сөз. Көрдіңіз бе? Бұлар Алланың берген бізге уәсилалар, уәсила деген құралдар ғана өмір сүру. Көрдіңіз бе? Сол өмір сүру құралдары бізде кейбір адамдар үшін өзінің мақсатына жету құрал болып қалған. Бұл соларға жетсе болды, маған мынау керек емес дейді. Бұл жеке өзім өмір сүрмейді. Жеке өмір сүрмейді. Жеке максимально 3 жыл өмір сүру мүмкін болды. Енді өз-өзін жібермей, соңында бәрібір не? Үнсіз, ұйқысыз түндер жылау, осылай жалғаса береді. Тыныштық таппайды. Жан қашан тыныштық табады? Алла қойған шеңберде ғана тыныштық табады. Алла не деді? Мен сендерді жұп-жұптарыңмен жараттым деді. 83 жерде айтқан Құранда Алла Тағала. Бұл не деген сөз? Бұл бір нәрсенің қайта-қайта олай қайталана беру, бұл істің өте маңызды екендігін көрсетеді.
Сосын не деді? Бір-бірлеріңе сендер киімсіңдер деді ғой. Көрдіңіз ба? Қазір мен сіздің алдыңызда әп-әдемі болып отырмын мысалға деп ойлаймын ғой өзімше, енді өзіме көп ала бермей ақ қояйын. Мен мысалы іш киім, мына киімдерімде ішінде ар жағында қандай жерінде операция жасалған білмейсіз ғой сіз. Дұрыс па? Бұны не жасырып тұр менде? Шүберек киім жасырып тұр. Алла тағала солай деп жатыр да, сендер бір-бірлеріңе киімсіңдер, бір-бірлеріңнің айыптарыңды жасыруларың керек дейді. Ғұламаларымыз айтады, екеуі де айып. Мынада да айып бар, мынада да айып бар. Бұл пендешілік, Алла тағала солай жаратқан, айыппен, нұқсанмен жаратқан да. Көрдіңіз ба? Екеуінде де айып бар. Мынаған бір жерлер ұнамайды, мынаған бір жерлер ұнамайды. Мінезі ұнамауы мүмкін, или күлкісі ұнамауы мүмкін, деп күлуі мүмкін деген сияқты ғой. Енді неше түрлі біреу тамақ ішіп кекіруі мүмкін деген сияқты, біреу сондай бір нелер бар, бір-біріне ұнамайтын. Бірақ Алла тағала айтады, сол ұнамаса да сәл шыдашы дейді. Сол саған ұнамайтын жерінде бір жақсылық бар дейді да. Демек сол ұнамайтын нәрсені себеп қылып ажырасып кету. Вот, көрдіңіз ба? Маған ана жер ұнамайды, мына жер ұнамайды, ол андай, ол деген жұмысқа көп уақытын бөледі. Еще өзі не дейді, мына жақта подружкаларына, мен жетістікке жеткен еркектің әйелі болғым келеді. Ей, еркек жетістікке жету үшін ол үйде отырса кім жетістікке жетеді? Алмапса аузыма түсті отыра алмайды ғой. Оған сол үшін қызмет жасау керек. Ал енді сол қызметінде сен не болуың керексің? Жәрдемші болуың керексің. Демек, бағанағы жұппен жаратқан барлық нәрсе немен екен? Жұппен екен. Баланста болу керек, жақсысын асырып. Көрдіңіз ба? Бір-біріне киімсің дегенде не екен? Бұның айыбы, екеуіңде де айып бар, бірақ не? Айып бөлменің ішіне шығып кетпеу керек дейді. Бөлменің іші деп жатырмын, көрдіңіз ба? Осы сөздердің әр сөзін мұқият тыңдасаңыз, бөлменің ішіне шықпау керек дейді. Яғни көрпенің астында қалу керек дейді айып. Бөлмеде өткен балдар бар. Көрдіңіз ба? Балаларға кетсе, ол туысқандарға кетеді. Балалы үйде ұрлық жатпайды. Туысқандарға кетсе, туысқандар араласады. Қазір бәрі данышпан, білесіз. Екі тарапта данышпан қазір. Сосын келіп ақылын айтады. Ол өзі ми ашып жүрген адам ана ақыл тыңдап қою мүмкін, сөйтіп не болады? Екі ортада тағы да катастрофа басталып кетуі мүмкін. Көрдіңіз ба? Жүйе бұзылған кезде катастрофа болады. Ол міндетті қағида. Сіз қазір мына жерде қызылдан өтіп кетсеңіз, бетон біреу жабыстырасыз. Или өзіңіз жабысасыз. Неге? Өйткені жүйені бұздыңыз да. Не өзіңізді құртасыз, или ана келе жатқан адамды құртасыз. Екі тараптың біреуі немесе екеуі міндетті түрде таяқ жүйе бұзылған кезде. Түсіндіңіз ғой, Демек, бұл екі отбасы, екі адамнан құралғаннан кейін, екеуі де пенде болғаннан кейін пайғамбар жоқ. Пайғамбар ғой, енді күнәсіз бізде, одан кейін барлық қателеседі ғой. Пенде. Қателігін не қылып, өткізіп жіберіп. Жақсы, енді асыл бір групп қателіктер. Енді әр семьяда әртүрлі, бірақ енді кейбір семьяда лудомандар бар, игромандар бар. Әртүрлі адам әртүрлі нәрсені айтады ғой. Енді Алла жеңілдік берсін дейміз, енді білмеймін, олар қалай шешіледі ол мәселелер ше. Оның игроман болуына да сенің бір септігің болған болуы мүмкін да. Сондай бір мысалы бір жұптарда кездеседі, жанұялық мысалы арақ ішуі мүмкін, деген сияқты ғой. денсаулығына зиян келтіруі мүмкін. Енді мен бұл айтылып жатқан әңгімем кәдімгі нормальный отбасылар жайында әңгіме айтылып жатыр негізінде. Демек, арадағы жаңағы бір-бірін мінсіз етіп көргісі келмей, қате кемшіліктерін түсінісіп, екеуі ара шешіп, оны сонау мәселені ажырасумен шешпеу керек деп есептейсіз ғой. Әрине. Кім қалайды баланы жылаған? Біреуге әке болып бере ала ма? Мінсіз адам табылмайды. Қазақ айтады, 6 жеңгең жабылса да ана болмас дейді. 7 жездең жабылса да әке болмас дейді. Көрдіңіз ба? Барлығы саған қамқор болғанмен, қаныңдай әкедей болмайды бәрібір. Көрдіңіз ба? Сол үшін ешкім сол үшін қазір зорланып қалған қыздар, өгей әкесінен зорланып қалған, ұлдарды да зорлайтын болған, мысалы, Құдай сақтасын ше. Заманның енді сондай, өйткені ол оныкі емес та ол. Көрдіңіз ба? Алла сақтасын. Сол үшін бұны арты айтып отырмын ғой, жүйе бұзылды ма, болды, артынан бірінен соң бірі былығы шыға береді бұның, осылай да. Сол үшін Алла қойып қойған әдемі жүйе бар да, содан әркім өзінің орнын білсе тамаша болады да негізі. Демек, манағы айтып отырған коучтарымыз, жаңағы идеология жүргізіп отырған бұл дұрыс емес ұстаным. Бағыттағы адамдар көп дұрыс емес бағыттағы. Кәдімгі аттарын атап айтып біреу болады, олардың дұрыс емес бағыттағы адамдар өте көп. Қашан басталды? Мысалға, қашан басталды? Өзіңді бірінші орынға қой деген кезде басталды, өзің елде ажырасу деген.
бағана ата әжеге қайтамыз қайтадан. Дұрыс, енді ол заман анау мынау деуі мүмкін, әңгіме жоқ. Бірақ ол заманға қайтпасақ та олардың арасында құрметке қайтсақ болады ше. Құндылықты ұстап тұруымыз керек. Үлкенді сыйлау, ер азаматқа оның дәл сондай сияқты асқақтау, әкенің қамқорлығы бәрібір әке балаға керек. Ол ер азаматтың отбасындағы рөлін, мәртебесін қайтару керек. Айқындап Қайтару керек. Өйткені барлығы жабылып жатыр қазір. Енді ол мен еркектерді ақтайын деп келіп тұрған жоқпын бұл жерге. Барлығынан екі жақтан да қате болады, бірақ орындар ауысып кетіп жатыр бізде. Түсініп жатсыз ғой? Көп жағдайға себеп осы. Шешімді үйде тікелей еркек қабылдай алмайды. Қазір мен бір звондап жіберейін дейді. Баяғыда ше, бұрын ол үйде сол кісінің сөзі ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс болғанда. Сол үшін енді ол заманға қайта алмаймыз, ол заманның адамдары да бола алмаймыз. Өйткені адамдардың қазір айтып отырмын, мынау осының бір себебі осы телефон, мағлұмат көп, жаңағы данышмандар, шпандандар көп, ақылы жоқ адам, өзінің де миында сортировать ете алмайтын адам, сол ана ақыл сымақтардан ақыл сатып алып тыңдайды, сол сатып алған ақылы, оны сатып алған ақылы ақша төлеп ажырастыруға апарады деген сияқты. Тегінде жасалмайсың қазір, ақша төлеп ажырасасың. Дұрыс па? Дұрыс қой, енді сондайға апарып жатыр. Өзіңді бірінші орынға қой, өзіңнің жеке шекараң дегеннен басталды бұның барлығы. Негізі дініміз бұдан қайтарады бізде. Бұны дінде эгоизм деп айтады. Жалпы қоғамда да бұл термин эгоист деп аталады. Сол адам эгоист. Түсініп отырсыздар ғой, эгоист, мен жалғыз өмір сүріп жатқан жоқ қой. Себебі айналасында жаңа үлкен кісілері бар, отағасы бар. Барлығы бір-бірімен байланысты болып тұр ғой. Сондықтан сыйластықта, адамгершілікте бұл жерде орынды болу керек қой. Орнымен болу керек. Иә, құлшылығың Құдайға, маған адамгершілігің керек деген сияқты ғой жаңа. Түріне тақуалықтың түрін салып алып өйтіп андай қылып жүрген керек емес. Құлшылығың Құдайдікі. Маған нен керек? Адамгершілігің керек деген сияқты. Ол ата-енеге де адамгершілігің керек сен. Келін намаз оқиды екен, немесе бала күйеу бала намаз оқиды. Ичо намаз оқса ше. Намазы Құдайға, оның өзінің арасындағы байланысы. Айналаңа адамгершілігің керек. Құлшылығың керек емес. Көрдіңіз ба? Енді жаңағы мәселеде бұл адамдар бізде енді эгоист қылып жатыр ғой, былайша айтқан кезде. Надо будет балаңды таста деп жатыр. Бірінші орынға өзіңді қой деп жатыр да. Сенсің өйткені, бұл өмірдегі сен. Енді тойбаған енді, әңгіме жоқ, сондай. Соңғы кезде желіде жиі тарап жүр ғой. Бар, оны келін ұйқысын қандырып тұру керек, ол да адам, ол құл емес деген сияқты. Бұрынғы қалыптасқан стереотипті әдет ғұрыптың барлығын. Енді қараңыз, Европа сияқты өмір сүру керек, мен сөздерім бітпей қалып жатыр, қазір жалғастырамыз енді бірақ. Өзі жаңағыдай білу керек, өзі не қылу керек, жеке тұру керек, бірдеңе қылу керек. Европада болғансыз ба сіз? Жоқ. Болған жоқсыз, иә? Мен болдым. Сол көріп келген нәрсемді айтайын сізге. Адамдар итпен, пивмен өмір сүріп жатыр ғой, болды. Қарттықтары осылай қор болып өтіп жатыр да. Бізде қандай? Бізде ата, әже, мыңғырық немере, күшті той, домалақ, ана құрмет, мына құрмет, анда демалып қайт. Қандай керемет нәрсе. Мәнді. Бұл жоғалады енді осылай керде, көрдіңіз ба? Соны жоғалтатын адамдар жұмыс істеп жатыр қазір. Бұл жоғалады. Яғни қарабасыңды бүйтіп, қарабасыңды ойлап, соңында өзің қалатын заман келіп, итпен шықпен қалатын. Қарттыққа жеткенде оның бәрі құнсыз болып. Ал енді қараңыз, ең қиын нәрсе қарт кезіңде жалғыз қалған нәрсе. Оны қақшыңдап тұрған жаңағы адамдар соны түсіне ма? Оны қарттыққа түсінбейді оны. Алдынан кесіп өтетін келіндер келеді деді ма, дұрыс па? Ақыл айтсаң ауырып қалатын Бедри деген қыз келеді деді бабаларымыз, дұрыс па? Бұл батыр соның барлығы. Ақыл айтсаң ауырып ұстамасы бар, ұстап қалады деген сияқты. Соңы неге апарады айтайын? Соңы солардың күйіне апарады бізді. Соңында өзің қаласың, қасыңда итің болса итіңмен, немесе мысығың болса мысығыңмен қаласың. Жақсы, одан Алла сақтасын. Жаңағы нәрсеге қайтайық. Эгоизм деген нәрсе бар бізде. Өзім, мен, бірінші орында мен, басқа ешкім мен деген. Бұның антонимі не деп айтады, білесіз бе? Эгоист адамның антонимі не деп айтады? Ұмытып қалған шығарсыз, есіңізге салып қой, альтурист деп айтады ондайлар. Альтурист деген өзінің қалауы бар, сіздің де, мен қалауым бар, бірақ сіздің қалауыңыз бар. Мен кей уақыттарда сіздің қалауыңызды өзімнің қалауымнан жоғары қою. Бұл альтуризм деп аталады. Түсінікті ғой? Яғни кейде бір тормоз, бір газ.
бір тормоз бір газ. Жақсы, сен футбол жақсы көрмейсің, күйеуің футбол жақсы көреді, отыра бер қасында балет етіп шымшық шағып. Таңдау құрметтеу. Таңдауына құрмет жасау керек та. Ол да сол кезде не істейді, құрмет жасайды. Иә, қаншайымдай өмір сүргің келсе, патшадай қара дейді ғой. Күң сияқты болғың келсе, құлдай жұмса дейді. Ешек қылып та азаннан кешке ақша тап, мен боянуым керек, мен киінуім керек, Луи Виттон алып та, анау деген Гуччи алып та, анау деген бәле алып та, Вьетнамға қашан барамыз, Шарм-эль-Шейхқа қашан барамыз, анаяққа қашан барамыз, Римге қашан, мені ағыза бермей. Жаңа айтып өттіңіз ғой, телефонның да әсері бар деп. Сол жаңағы жылтырақ дүниеге анаға мынаға қызығып, әркімнің енді көріп жатсыздар ғой, жақсы сіздер. Кейбір блогерлердің көріп жатсыздар, қазір ақиқат ашылып жатыр ғой, иә, дұрыс па? Бір кездері біз солардың өмірін аңсадық қой. Сөйтсек оның барлығы спектакль екен да. Олар телефонда спектакль ойнайды. Мен мейлі жек көріп кете берсін. Мен барлығын жаман демеймін, бірақ блогерлердің көбі екі маскамен өмір сүреді. Телефонда басқа өмір, шынайы өмірде басқа өмір. Олар ешқашан сізге негативін өзінің өмірінде отқан проблемалар жайында көрсетпейді. Өйткені оған подписчик керек қой. Тек қана нені көрсетеді. Ол да жақсы шығар, бір жағынан жақсы шығар. Бірақ оны көріп отқан адам күнде соның өмірі сондай екен деп ойлап қалады ғой. Идеал өмір бар екен. Сөйтеді де не істейді? Бәрі кинодағы өмірге сенеді ғой, кинодағы. Сөйтсе кинодағыдай емес екен, өмір өтірік екен. Киноға тойып алып, сол кинодағы махаббатты аңсап, корейский махаббат, турецкий. Сөйтсек ондай емес екен. Ол не ол енді махаббат деген? Мұхтар Шаханов атамыз, иә, екі адамның сана биігінде кездесуі дейді. Сен мен сүйесің бе, мен сен сүйесің бе, сүйсің бүйтші, сүйсің бүйтші. Не әңгіме ол, осындай ма? Бір-біріне кәдімгідей не қойып, шарт қойып сүю деген болмайды ғой. Кәдімгідей сана биігінде екі адамның ғашықтар көп әңгімесі таусылған, ал біздікі ал махаббат таусылмайтын әңгіме. Сондай ол керек қой негізінде. 2-3 күннен кейін, 2 айдан кейін батарейкасы өтіп қалатын махаббаттар, тауық махаббаттар. Мәміле жоғалып бара жатыр деп айтады ғой мына телефонның кесірінен. Ол да негізі айтарлықтай әсер ететін нәрсе. Енді ол өте маңыздылардың бірі ғой енді. Ер адам да мысалға үйге келіп телефон шұқылап отыруы, мысалы кейбір адамдардың өзі кешке дейін жұмыста негізі ше. Енді мен діни жағынан айтайыншы мысалы сізге. Өзі кешке дейін жұмыста. Кешкісін келеді де, жақсы мешітке барып келуі мүмкін, или жаңағы тасбих толтырамын деді, или бір Құран оқығым келіп тұр деп жатыр. Оның сол амалынан дейді, ғұламаларымыз айтады. Оның сол амалынан кешке дейін отбасының қасында болмады ғой. Оның отбасының қасында отырып әңгімелесуі абзал болады дейді, Алланы еске алуынан дейді. Көрдіңіз ба? Міне Құдай қойған шариғат осы. Біз орнын білмейміз просто. Қалай қолдануын қай жерде білмейміз да. Азаннан кешке дейін жұмыстасың, кешкісін келіп телефон шұқылап жатсың да. Сонда аналар кімдер анау? Кім анау вообще жүрген үйдегі, кім анау халат киіп алып жүрген? Аналар кім, телефонның астында жатқан балалар? Бұрын балдар ма? Жоқ, шақырып алып әңгімелесіп, немесе балдарды әртүрлі үйірмелерге беріп деген сияқты. Оның қасында қамқорлығыңды көрсетіп, артында әке осындай тіреу бар екен, оларға үлкен демеу бар екен көрсет. Кім істейді енді осыны? Мысалға да. Демек қазір енді ата-аналар сонда тәрбиелік қандай қателіктерге жол беріп жатыр деп ойлайсыз? Қазір енді қымбатшылық қысқан заманда әке де ана да қоса шауып жұмыс жасап жүреді. Жаңағы кешке келген кезде сол бала тәрбиесі былай тысқары қалып жатқан жоқ па? Қазір енді осы жас бала тәрбиесімен айналысып жатқан ананы көрсетіңізші, бар ма деп бірінші. Жоқтың қасы ғой енді. Жұмыста жүреді ғой жаңағы айтқандай. Енді осы тұста не істеу керек? Бала тәрбиесінде қандай мен айтқанын істейсіздер ма? Айтсам мысалға. Кеңес ретінде мүмкін біреу болмаса біреу ой түйіп қалар. Бұл дерт тақырыпта өйткені ше. Бұл дерт тақырып кәдімгідей уже нервыңды ауыртады кәдімгі. Қалай бұл қайқа бара жатыр бұл деген нәрсе ғой. Көш қайқа қарай кетіп бара жатыр. Сол үшін енді бір құрттай да болса, кішкентай да болса. Иә, теңізге тамшыдай бір үлесіміз мейлі енді болар, болмас, айтты тыңдар, тыңдамас. Нәтиже жасар, жасамас, өзі әркім шешеді ғой. Бірақ мен айтайын сізге, әкең ғалым болса да дейді, қазақ айтады, тәрбиені тезектерген шешеңнен аласың дейді. Ал шешемнен алайын десем, шешем садик апарып тастаған ғой мен. Садиктегі адамның, мен садиктегі тәрбиешілер, балабақшалар жамандайын деп жатқан жоқпын. Бірақ сіз сияқты біреу оған жанашыр бола ма балаңызға? Бәрібір ата-анадан ешкім әке шешесіндей жанашыр болмайды. Мейірімді бере алмайды. Ол өзінің берілген тапсырмасын ғана орындауы мүмкін. Бірақ нағыз махаббатты бере алмайды ол. Махаббатпен берілетін тәрбиені. Айналып келген кезде бала сіздің копияңыз болып шығады. Бірінші.
не сіздікі болады. Абай атам айтады, не ортасының копиясы болады дейді. Ал енді қай ортаға түседі ертең, ол да қызық болып тұр. Не үшіншісі дейді, ұстаздардың копиясы болады дейді. Оған ұзақ уақыт сабақ берген дейді. Осы үшеуінің қайсынан қатты әсер алады дейді, солардың копиясы болады дейді, Абай ата айтады. Үш жерден жаңағы мінез шығады дегені ғой. Иә, мінездің үш жерде шығуы деген. Ал жақсы мұғалім жақсы болса, жақсы игі. Мынау бұл қазір енді ондай табу қиын, жақсы орта деген нәрсе. Жақсы орта деп жіберсең, бір қарасаң ойын ойнап жатады, ақшамен тігетін бірдеңе. Әр үйде әртүрлі тәрбие алған бала ғой. Көрдіңіз ба, әр үйде, ол үйде қандай не тәрбие алады, ол білмейсіз тағы. Айналып келген кезде маңыздысы кім қалады? Ата-анаға. Сіз қаласыз. Бірақ енді ол қақтан алады, сізден алайын деп жатса, анаяққа апарып тастап жатсыз ғой. Сосын кешкісін келесің, ұйықтайсың, азанда сол өмір ақшаның артынан арпалысып. Енді менің айтайын дегенім, істейсіз ба деген нәрсе. Үйде отырып балалар тәрбиелей аласыз ба? Енді жаңа мен өзім айтып өткендей, қымбатшылық заман, ата-ана қоса ақша тауып, қаражат тауып, сол балалар жаңа киімі көк, тамағы тоқ болсын деп жүрген ата-ана ғой енді. Ал жақсы, киімін көк қылдық, тамағын тоқ қылдық. Енді бәрібір де рухани құндылыққа келіп тіреді, ол жағында тоқ қылу керек. Ол үшін енді қазіргі заманға сай, соған байланысты, енді бұрын аналарымыз үйде отырып, әкелеріміз табыс тапты ғой. Ал енді сол кезде балдар жаман болды ма? Сіз жаман болып шықтыңыз ба содан? Жоқ. Енді қазіргі заман қымбатшылық заманы. Қазір ата-аналарды байқасақ, қымбатшылық емес, біздің заманнан ауыр заманда өмір сүрді олар. Тамаққа очередьпен тұрады, суға очередьпен тұрады, суды тасиды инағашпен. Олар біздікінен ауыр заманда өмір сүрді, бірақ олар шағымданған жоқ, просто айырмашылық осыда. Біз нығмет күшейген сайын шағымымыз арта береді болды. Бізге ештеңе жақпайды. Бізде үйде бәрі бар, бірақ тағы бірдеңені аңсап тұрамыз. Өйткені біз шүкірсізбіз, просто болды, осы ғана жауабы. Біз шүкірсізбіз. Анау жақсы чанган алыпты, сен одан бейген Lexus алуың керексің. И кредитке қораға кірдің. Кім айтты саған Lexus ал деп? Кім айтты сізге Lexus ал деп? Кім айтты? Lexuспен жүрмесең болмай ма сонда мысалға өмір? Демек сонда ер азаматтың табысына күнелтіп, бала шағаның тәрбиесімен үйде айналысып. Соған қайтпайынша біз жақсы ұрпақ шықпаймыз, одан шықпайды ол. Жанашыр адамның, қарасаңызшы, сіздің копияңыз болады ол, менің копиям болады ол. Көрдіңіз ба? Қазақ сол үшін не деді? Ұяда не көрсе деп жатыр, ұяда не тыңдаса деген жоқ қазақ. Ұяда не тыңдаса, не естісе деген сөз бар ма? Жоқ. Көзбен көріп. Екеуінің махаббатын көрмейінше бала, екеуінің мәмілесін көрмейінше, екеуінің құрметін көрмейінше, оны істей алмайды ертең басқа жақта. Сол үшін қазақ не деді? Ұяда не көрсе деді, ұшқанда соны ілет деді. Көрсе, өзің істемейсің, бірақ айтып жатсың да, істемейтін бала. Енді ата-ана жұмыс жасай жүріп, мысалы уақытты реттеп, белгілі бір күннің уақытын балалардың тәрбиесіне арнап, солай жасауға бола ма ондай? Қалай ойлайсыз? Болады шығар деп ойлаймын, істей алатын болса. Мысалы, 1 сағат бірге отырып кітап оқу деген сияқты, немесе бір жарты сағат отырып тәлім тәрбие, жаңағы адамгершілік сияқты бір құлағына құйып, осы бір уақытты реттей отырып, қазір заманның жаңағы түлкі болса таз болып шал дейді, осы заманның ағымына қарай енді баланы ата-ана әртүрлі үйірмелерге қатыстырғысы келеді, әртүрлі дамытқысы келеді орталарға беріп, бұның барлығы да қаражатқа келіп тіреледі ғой. Сондықтан ол енді қаражат дей беретін болса, ол тема бітпейді. Қараңыз, мен сізге айтайын. Алла тағала сіздің табатын қаражатыңызды да, үйдегі кісінің де табатын қаражатын да сол кісінің мойнына жазып қояды негізінде. Сіз қапталдассаңыз да, қапталдаспаңыз да, бұл ризық әшәдду талабан лил абд, пайғамбарымыз айтып қойған. Ризық пенде ризықты іздегеннен қатты іздейді дейді. Просто еркек үйден былай бір қадам шықса болды дейді. Оған сіздікі де жазылады, кімдікі де жазылады, үйдегі бала шаға бәрінікі соның мойнында, ол алып келе салады болды. Шықса болды, алып келеді. Аллаға отыратын адам табыңыз енді. Ал кім отырады? Бір шығып кеткеннен отырмайды адам. Адам бір шыққаннан кейін болды, енді отырмайды. Өйткені кейбір нәрселердің дәмін татқан адам қайтадан баяғы нәрсе қайта алмай қалады. Жигулимен жүре аласыз ба қазір, мысалы жүрмейсіз ғой. Өткен жибай деп қойдыңыз да. Сондай сияқты ғой. Қазіргі жастарға осы қандай рухани құндылықтар жетіспейді деп ойлайсыз өзіңіз? Жастарға біраз нәрсе жетіспейді ғой. Оны қалай толықтыруымыз керек? Не істеуіміз керек? Қалай ізденуіміз керек? Білмеймін.
айтып жатырмын ғой, үлкен идеология жұмыс істемесе 2-3 адамның әр жерден үргені ештеңе шешпейді, мен сізге айтайын бар ғой. Кездесу өзің үлкен машина жұмыс істеу керек та бұл жерде. Кездесулерді Жақсы, мен кездесіп кеттім ал. Мен 1 жарты сағат, 1 сағат кездесіп кеттім. Әлеуметтік желі. Болды, қазір мен кездесуімнен кейін, ол телефонды ашып шұқылайды ғой, болды, кездесуде не айтылған барлығы ұмытылып қалады. Кейбір мемлекеттерде бар ғой, жаңағы TikTok, басқа да әртүрлі жаңағы бейне жазбалар жариялайтын, тәрбиеге, ұлттық құндылыққа теріс әсер ететін, соларға шектеу қою сияқты бір сондай қанекей сондай идеология мүмкін болса ғой, қане сол айтып жатқанмын, идеология деген сөзім мен ішінде біраз нәрселер шығып кетеді кәбит қазсам. Содан бастап. Әрине. Адамға шектеу қойылмаса, барлығын көріп, оның ішінде жауыздық та бар, жаңағы зорлық зомбылық та бар. 13 жасар бала өлтіріпті деген қазақтың тарихында болған ба мысалы? Көз бен құлақ үйреніп бара жатты, көрдіңіз ба? Оған тіпті 40 жастағы шешесін зорлап деген қазақ тарихында естігенсіз ба сіз? 19 жасар бала өзінің шешесін зорлапты деген естігенсіз ба? Бұрын естімедік қой, қазір. Иә, естіп жатсыз енді. Көрдіңіз ба? Қаяқтан келді енді сол? Және оны педофил деген нәрсені естігенсіз ба сіз мысалға? Мен вообще өмірімде естімегенмін. Қазір енді естіп жатырмын. Көршінің үйіне кішкене кіріп қыздар ойнап жүре береді мысалы. Ойы таза, ойы тұнық адамдар еді. Келді бұзды. Міне бағана сөзім қайтам. Бұл дәлел менің сөзіме. Бұған шектеу қойылмаса, бұдан да бетер азамыз біз, Құдай қаласа. Бұдан да бетер азамыз, шектеу қойылмаса. Өйткені адамның нәпсісі жаза болмаса, мысалға Құранда Алла тағала ұрлық істеген кезде адамның қолын шабыңдар дейді. Алла тағала пендеге зұлымдық қалай ма негізінде? Мейірімді ғой. Алла мейірімді ғой. Неге Алла адамның қолын кестіріп жатыр? Ұрлыққа бармасын келесі. Келесі ананың қолын көрген адамдар қолына ие болу үшін деп жатыр да. Размеріне сай кесіледі ұрлықтың размеріне сай. Көрдіңіз ба? Демек, бұл жерде шектеу не арқылы? Тәрбиелеу үшін ғана болды. Шектеу қойылмай ма? Адам өзінің нәпсісіне ерік бердіңіз ба? Болды, адам білген істей береді, оның нәпсісінде шек жоқ өйткені. Көрдіңіз ба? Сол үшін ол мен айтқанмен бәрібір дымда бітпейді, мен білемін оны, бірақ сұрақ қойғасын жауап беріп жатқанмын ғой. Әлеуметтік желілердің бала тәрбиесіне де айтарлықтай кері әсер тиіп жатыр. Айтарлықтай емес, кәдімгідей ғой. Тұтастай деп айта аламыз ғой. Мен солай айтамын өзім мысалы. Балаға телефонды беру дұрыс емес қой, иә. Қазір енді қай баланы қарасақ та қолында бір телефон. Жақсы. Қай тілде сөйлеп жатыр балаларыңыз? Енді біздер Жаңаөзенде қазақи орта ғой, көбіне қазақша. Аллаға шүкір, солай бола берсін. Бірақ енді әртүрлі қалаларда болып жатыр қой. Қай тілде сөйлеп жатқанын білмейсің ана балаң ше. Не орысша емес, не ағылшынша емес, не қазақша емес. Көрген нәрсесіне байланысты. Бұны қазақ не деп айтады? Дүбара деп айтады. Сөздерін түсінбейтін адамдар келіп жатыр. Ана Зумерден кинодан көретін еді қой, Зумер сияқты. Сондайға бара жатырмыз біз. Қайдан пайда болды? 2-3 себептері бар. Соның бір себебі осы не? Телефон. Азаннан қара кешке дейін онымен сөйлесетін адам жоқ, айналысатын тірлік жоқ. Байланып жатады телефонға. Бірінші классқа баратыр, көзінде надай лупа да. Көзден айырылып қалғанда. Ол 11-ші классқа барғанда қандай болды көзі? Сол кезде мама рахмет деп айтама, кішкентай кезімде телефон бергеніңе рахмет деймін. Лағнет айтады ғой. Қолымнан жұлып алмайсың ба, жыласам деп. Неге жұлып алмадың қол? Не мынау көзім жоқ менің? Сендер кінәлісіңдер соған деп. Айтпай ма ертең? Айтады. Балаңды аясаң аяма дейді. Көрдіңіз ба? Өпет деп отырық, ертең маңдайыңа шырақ жағады сосын басың. Енді толық емес отбасындағы бала тәрбиесіне қатысты бұл жерде жаңа ажырасу көп деп айтып отырмыз ғой, өкінішке қарай енді. Әкесі өсіп отырған балалар бар. Әкенің үйде жаңа кіріп шығып жүргенінің өзі, ол асқақтау тұлғасының көз алдындағы келбетінің өзі бала тәрбиесіне айтарлықтай әсер етеді ғой. Енді осындай толық емес отбасыларда да балалар тәрбиеленіп жатыр. Оларға қайтсек, олардың тәрбиесін дұрыстай аламыз. Осы жерде де оны тәрбиелеу керек қой, шешесін тәрбиелеу керек. Шешесін тәрбиелеу керек. Баланы қалай тәрбиелейсің? Не деп тәрбиелейсің? Новый папа келіп берейін деймін ба? Не деп айтамыз? Енді оның ажырасуына да жаңағындай әртүрлі себеп. Иә, дұрыс, мен біреуді кінәлайын деп жатқан жоқпын. Алла сақтасын. Өзім сынап қарамын, Алла сақтасын. Мен ешкімді кінәлайын деп неғып айтып жатқан жоқпын. Бірақ дерт солай, оны сипалай беріп не істейміз оны? Мынадай бүйтсең, мен өтірік айта алмаймын қазір сізге, бар ғой. Сипалап мына жерден бір өтіп кету үшін, опай жинап алу үшін. Ұнасаң, ұнамай ма, ұнамайды, болды осылай.
енді баланың бойына имандылықты енді қызығын мен сізге айтайыншы, мысалға жақсы әке жоқ үйде, күнде мама тұрады да таңертең боянып жатыр, жұмысқа барады ғой мама кеткеннен кейін ана бояуды ана бала пайдаланады ғой, боянатын балдар келеді ертең. Ондай болмаған бізде. Боянатын бала деген сөз түсініп отырсыз ғой, ар жағында мен нең айтқым келіп тұрамын иә, сіздер көріп жатқан бұл ерунда енді келеді, бір 10 жылдық күтіңіз, боянатын балдар, каблук киетін балдар келеді. Олар жүр үлкен қалаларда, жаныңнан өтіп кеткен кезде жүрегің сыздап кетеді кәдімгідей, бедірейіп өтіп кетеді. Сен оларға ештеңе айта алмайсың, өйткені олар қорғалған. Көрдіңіз ба? Қандай нәрсеге бара жатқан? Олардың өмірін тыңдап көріңізші. Барлығы осыдан басталған. Енді материалдық құндылық пен рухани құндылықты тепе-теңдікте қалай сақтау керек? Материалды папаға беру керек қой, руханиятты мамаға беру керек. Екеу сол бөліп алу керек та, болды. Сонда барлығы бір жүйе. Кредит алмай өмір сүру керек қой, мен сізге айтайын бар ғой. Кредит алмай жаяу жұмысқа келсең де, кредит адамның берекесін қашырады ғой. Ол Алла тағала. Мен бағана айттым ғой сізге сөздің басында, шеңберден шықтың, болды, проблема. Кім Алланың айтқандарынан бас тартады, аятта айтады Алла тағала. Кім менің айтқандарымнан, мен түсірген мына өмірден, шеңберден бас тартады, оны тек қана бақытсыздық өмір күтеді дейді. Болды, бұл аятта айтылып қойған Құранда. Кім бізден бас тартады, болды дейді. Ол тек қана проблеманың үстінде өмір сүреді дейді, бақытсыз болып өмір сүреді дейді. Енді ол кредит алмай, мысалы, баспанаға қол жеткізе алмау. Мен жеткізіп алғанмын ғой соған. Қалай болады? Қалай болады? Жұмыс істедім, өліп талып. Тоқтамай жұмыс істедім. 24-те 7 жұмыс істедім, кітап жаздым, кітап саттым, умраға, қажылыққа адамдар апардым, басқа рухани сапарлар жасадым. Жолын таптыңыз? Жолын любой адам табады оны. Просто біз тапқымыз келмейді, сылтау біздегі. Кредит ең оңай жолда, оңай жол. Төлей алмасаң, тағы бір жолы бар. Сондай жолдармен неғылай бір болады да. Сол арқылы бақытты боламын. Ол қорағы, ол ашық тұрған қораға кірген адаммен бірдей болады. Бірақ ол менің сөзім тағы да айтайын, ешкім тыңдамайды. Біздің елде мысалы 9 миллион ба 10 миллионға жуық адам кредиті бар екен. Машалла ма? Сонда қарттар мен балиғатқа толмаған балаларды қоспаған болсақ, целый халық кредиттің үстінде өмір сүріп жатыр. Рассрочка, просрочка, бірдеңе срочка. Атын естіп біле алмайсыз қазір. Неше түрлі терминдер бар да. Ал кім алып жатыр соны? Рухани бай адам деп кімді айтуға болады? Рухани бай адам деп құр өлең жолдарын жаттап алып, немесе оны өзі түсіндіре алмайды, өзге түсіндіріп бере алмайды. Ондай емес, өзі осы нәрселерді түсініп, соған амал қылып, жалпы екі дүниенің де ілімін қатар алған адам рухани бай шығар енді. Сондай мына әлемді де тастамау керек, мына әлемді де тастамау керек. Мына өткен негізгісі ғой, өткен Алла тағала айттым бағана, қайтадан сөздің басына айтып, Құдай жаратқаннан кейін пендеге ненің керек екен, ненің керек емес екенін Алла жақсылап біледі. Наға неге чехол тағып алғансыз телефонға? Сырты кір болып қалмасын. Көрдіңіз бе? Сондай да. Сол сияқты Алла тағала пендені жаратқаннан кейін ненің керек екен, ненің керек емес екенін жақсылап біледі. Соған сай өмір сүре алсақ, соның барлығын білсек, тыйған тыйымдарды істе деген нәрсесін орындай алсақ, нағыз рухани бай адам сол да. Ол бере алады бірдеңе. Осы тұста тағы бір айтып кетейікші, мысалы ерлі зайыптылар, мен сені кезінде білген жоқпын, осындай екеніңді, мінезіміз жараспады, дәм тұзымыз жараспайды. Демек Алла тағала ол екі жұпты бір-біріне сай қылып қосып қойып тұр ғой. Соған қарсы шығып жатыр. Жоқ, Аллаға жабуға болмайды оны. Енді мінезіміз сәйкес келмейді деп жатады, дәм тұзымыз жараспады деп ажырасып жатады. Просто мойындау керек та, екеуміз де маскамен жүрдік деп айту керек та, болды. Екеумізде де маска болды, үйленген шешіліп те негізі тағдырына сол адам жазылып тұрған жоқ па? Тағдырына жазылып тұрған жоқ, тағдыр ол менің таңдауым ғой. Тағдырға бәрін лақтыра беретін болсақ, кінәлі Алла тағала болады онда. Дұрыс па? Маскасына алданып қалған. Иә, әдемі сөздің құрбанымыз ғой негізі біз. Күшті сөйлеген, үйден жылулық көрмеген, әкесінен ағасынан жылулық көрмеген адам бір ауыз жылы сөзге сылқ етіп құлап қалады да. Жылулық осында екен ғой деп ойлап қалады да. Көрдіңіз ба? Сол үшін әкелердің де қатесі бар ол жерде. Қызына мейірімін, ағаның қатесі бар ол жерде. Қырғиден тыйым деген нәрсе мысалға да.
осының барлығы істелінген ғой, бұрын істелінген кезде күшті болған да, осының барлығы істен шыққан кезде механизмдер үлкен катастрофа болып жатыр. Сол үшін ол тағдырға жабуға болмайды. Ол Құдай маған осыны жазып қойған жоқ, жазған жоқ, сен таңдадың. Біреу мәжбүрлеп апарып тықты ма, осы үйленсең де үйленбесең де. Бұл шариғатымыздағы ең ауыр күнә, бір-бірін мәжбүрлеп үйлендіру. Ал ұнатып тұрған екі жасты бір-біріне сай келіп тұр, үйлендірмеу, бұл ең ауыр күнә Аллаға серік қосқаннан кейінгі. Көрдіңіз бе? Демек, ақыры сен өзің таңдаған екенсің. Сүйіп қалдым, күйіп қалдым, махаббатқа өртеніп қалдым деп тиген екенсің, немесе соны алған екенсің. Болды, татахаммал мас'улията. Көтересің сол жауапкершілікті, басқа жоқ. Құдай тағала жетектеп алып күйеуге шығасың, сен мына қызды аласың. Онда істеген жоқ Алла тағала. Өйтіп Аллаға жаба беруге болмайды, бұл Алланың несі. Сіз таңдадыңыз, сіздің таңдауыңыздан кейін барып Алла оны жазады. Негізгі рөлде мен. Таңдауда қателеспеу керек қой. Вот, не көрдіңіз ба? Сол таңдауларымыздан сұраламыз. Екі кісі ойнастық істеп жатыр, зина жасап жатыр мысалға. Бір бөтен әйел мен бөтен зина жасап жатыр. Алланың қалауы болмасын ана жерде. Алла тағала сол екеуінің зина жасаған жақсы көріп тұр ма? Әдемі күшті жарасып жатсыңдар екен деп. Алланың ол екеуінің несі түсіп тұр? Қаһары түсіп тұр негізінде. Бірақ олардың қалауына, таңдауына сай іс жүзеге асып жатыр да, Алла ұнатпаса да ол істі. Сол үшін біз өзіміздің қалауларымыздан, таңдауларымыздан сұраламыз да Алланың алдында. Көрдіңіз ба? Аллаға жауап беруге болмайды. Өзің күшті болып кетсе ше, Алла беріп жатыр деп айтпайды ол адам. Өзімнің таңдауыммен, шек таңдағанмен дейді. Көрдіңіз ба? Қалай пенденің қандай залым екендігін. Енді осы орайда ата-ана деп айтып, дегенмен ер азаматтар, отбасындағы әкелер көбіне не нәрсеге мән бермей жатыр, қандай олқылықтарға, қателіктерге бой беріп жатыр. Енді отбасының тірегі ер азамат дейміз, әкенің рөлі отбасында бір саты жоғары тұрады дейміз. Қыл алса енді. Енді сол үшін ер азаматтар соған сай болып жатыр ма, бола алып. Осы жерде ер азаматтар қандай қателік? Енді мен жекелеген адамдарды ретінде айта алмаймын. Қоғам бар, ондай адамдар бар, өзіміз танитын адамдар бар. Мысалы, ондай адамдар болмауы мүмкін. Жаңағыдай жауапкершілік деген нәрсені түсінбейді. Қара басымен өсіп қалған, үйде жаңағыдай сенсің деген сияқты нәрсемен өсіп қалған болуы мүмкін. Ана қасындағы еріп жүрген адамның оның қалаулары қызық емес, оның таңдаулары қызық емес, ақылдасу жоқ, өзі би, өзі қожа, өзі білген істейді, өзі ойнайды, өзі қояды, өзі ұйықтайды, өзі қалаған уақытында. Ондай адамдар бар. Телефонға көп уақыт. Телефонмен жатады, телефон үшін не істеп жатқанын Құдай біледі оны. Көрдіңіз ба? Сондықтан енді оның барлығы жаман деп айта алмаймыз, бірақ ер адам бәрібір айналып келген кезде жауапкершілікті алып үйрену керек. Әке үйрету керек та, бірақ оған бағара айналып келіп қайттан сол екеуіне қайтамыз ғой. Әке үйрету керек жауапкершілікті алып. Оған ақша тапқызып, термен, маңдай термен қандай не болады, қалай болады, кішкентайынан сол нәрселерді үйрету керек та. Білім беру, әкенің міндеті олар. Әкенің баласының алдындағы міндеттері бар. Солардың біреуі сол. Көбірек уақыт бөлу керек, уақыт бөлу керек, оған жар таңдауға көмектесу керек, оған дұрыс ат қою керек, оған білім беру керек. Әкенің міндеті білім беру. Енді әдемі әсерлі сұхбатыңызға рахмет айтамыз. Ұрысқақ десеңші. Осы хабарымызды, осы подкастымызды түйіндеу үшін осы соңғы бір сұрақты қойғым келеді. Болашақ ұрпақтың тәрбиелі әрі саналы болып өсу үшін қоғам нені өзгерту керек? Соны түйіндеп, ата-аналарға бір ғана кеңес айтсаңыз. Қоғам дегенде енді әркім өзінің отбасына қарау керек, біріншіден. Отбасыдан қоғам. Жоғарыдағылар бәрін кінәлай беруге болмайды, бірақ олар көмектесу керек. Бізге үлкен идеология керек, бізге үлкен жұмыс істейтін нәрсе керек. Дұрыс па? Ол сол енді жақсы. Сол идеологиядан көптеген адамдар шығу керек, талантты осындай мәселеде. Бұзатын емес. Халға артуға. Бұзатын керек жоқ бізге. Бұзатынға тойдық, альхамдулилля. Бізге қосатындар керек. Қосатындар бір-бірінің жаңағы мінезіне, басқа нәрсесіне сабыр қылады, соны үйрететін, балаларға қалай тәрбие беру керек, қай жерде қате кету керек, қай жерде қате кетпеу керек, осының барлығын
үйренетін не керек? Үлкен бір идеология жұмыс істеу керек. Сол идеологиядан тәлім алған әрбір отбасы өзін жөндеу керек. Болды. Біреу мен сіздің отбасын жөндеп бере алмаймын бар. Енді әр адам өзін толықтырғысы келеді, ізденгісі келеді, білімін жетілдіргісі келеді. Сол үйрену керек кезде манағы коучтардың тәлім тәрбиесіне үйретіп жатқан сабағына тап болып қалып жатыр ғой. Осы орайда қалай іздену керек? Қандай кітаптарды, қандай бағыттағы нелерді оқу керек? Осы үйрену жайында бір кеңес айтып жіберсек. Үйрену жайында ма? Иә, енді сол үйренем деген кезде манағы коучтардың подкастын тыңдап, содан қате кетіп қалып жатқан жоқ па? Осы ізденген адам, мысалы, бала шағама осындай тәрбие берсем, өзімді осындай рухани тұрғыда өсірсем, жетілдірсем, өзім жаңағы өзімнің отбасыма пайдалы болсам, дұрыс болса, оның барлығы деген сияқты адам өзі дамытқысы келеді ғой. Осы орайда ізденісті қайдан бастау керек, қайдан алу керек? Енді мен сіздерге айтайын, баяғыда бізде жаугершілік заманда әлде не айтты бізде? Бесікте отырғанда. Әлде бесік жырының ішінде не бар? Бізде баланың құлағына кішкентай кезде не айтып өтті? Батырлар жылын айтып өтті, дұрыс па? Өткен заман не болды? Жаугершілік болды. Бала кәдімгідей атқамінер шағында кәдімгі ел қорғайтын адам болып ояну керек та. Алпамыс батыр жыры, Қобыранды батыр жыры деген сияқты жырлармен өсті ғой балалар. Қазір не керек енді? Қазір батырлар жыры керек па? Бір мезетте керек болуы мүмкін бабаларын тану үшін. Бірақ дәл қазіргі уақытта осы қазақ қоғамына үлес қосқан қаншама күшті кітаптар бар да, тұлғалар бар, идеал, кәдімгі керемет тұлғалар. Сол тұлғалардың өмірін айту бұл балаға қатты әсер етеді. Балаға тұлғалардың өмірі қатты әсер етеді. Соны білген бабаларымыз батырлар жырындағы адамдарды, шахсияттарды айтқанда, сол үшін ерінбей жаңағы ата-ана мысалға баласына әйел кісі бола ма, анасы бола ма, балаға сол тұлғалар туралы айту керек та. Сол кезде бала мақсат қойып үйренеді. Қазір балалардың қандай арманың бар, мақсатың бар білмейді бала қазір. Кім болатын? Спайдермен боламын. Не полез? Спайдермен боламын деген не полез? Енді неге кінәлайсың оны? Көрген нәрсесі сол өйткені. Ол сіздің беріп жатқан нәрсеңіз сол. Бэтмен боламын дейді. Бол, ал Бэтмен бол, аспанда зегір болып қалды. Өлді кеше бір Спайдермен Йеменде. Көрдіңіз ба? Тұлғаларды көз алдына елестетіп. Иә, тұлғаларды айтқаннан кейін адам өзін жайлап, бала өзі біле бастайды. Так, мынадай кісі, адам өзінің табиғатын таба бастайды сол адамдар арқылы. Сол үшін жақсы өмірі өнегелі кісілердің өмірлерін үйрету керек. Оның көшбасында кім тұр білесіздер? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өмір баяны обязательно міндетті түрде оқылу керек ол. Бала ол кісіні білу керек. Ол кісінің өмірге деген шыдамдылығы, төзімділігі, адамдармен мәмілесі қандай керемет адам болғандығы. Сол кісіден бастау керек, содан кейін кете беру керек ары қарай. Деп ойлаймын, мен өзім ойым ғой. Мен ойым ештеңе шешпейді, бірақ білемін ғой. Нұрсұлтан мырза, енді сізге үлкен алғыс айтамыз. Уақытыңызды бөліп, әсерлі әңгімеңізді айтып, уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғыс. Аман болыңыз, сау болыңыз. Құрметті бізді көріп отырған оқырман, біз бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Өздеріңізге қажетті кеңестерді түртіп алған болсаңыз, біз өте қуаныштымыз, пайдаңызға жарап жатса. Қош, аман болыңыздар.